Қазір балдардың әпчуі кішкентай болып туылып жатыр. Біздің еркектер әйелді кінәлай беретін заттар ғой бұның бәрі. Ақша ғой бәріне керек. Кесуді үйреніп алады да, апарып баласын сүндеттеп тастайды. Бізге осложнение келеді. 30 жаста, 55 жаста, 60 жаста да келіп сүндеттей берсе ешқандай зияны жоқ. Сонда 10 жыл осыны зерттеу үшін, білу үшін, емдеу үшін оқыдық та, ерлі-зайыптылар ажырасып кетпеу үшін солай айтамыз. Салмағы жоғары адамның тестостероны төмен болады. Подкасттың қонағы дәрігер Нұрбақыт Нүтәлі. Енді ары қарай өзің мамандығыңды толықтырып өзің айтып өтсең. Уролог, андролог, хирург дәрігер боламын. Жұмыс жасап жүргеніме 4 жыл болды. Біздің жалпы шешетін проблемамыз урологиялық, андрологиялық ересектердегі және балалардағы ауруларды шешеміз. Кішкентай бала туылғаннан бастап қалай қаралу керек? Қанша айлықтан бастап немесе қанша жастан бастап сол мүшесін дәрігерге қаратып емдету керек деген сияқты. Қазір экологияның өзгерісіне байланысты жалпы ғылым дамыған сайын ауру да көбейіп барады. Балалар туылған кезде бізде балаларда, мен урологиялық жағынан өз мамандығым жағынан айтсам, балаларда аномалия деп айтамыз, бүйректе су жиналуы мүмкін. Одан төмен түсіп келетін болсақ, әпчуінде, мүшесінде, яғни өзгерістермен туылуы мүмкін. Олар әпчуі кішкентай болып қалып туылуы мүмкін, немесе жұмыртқасы өзінің ұмасында емес, жоғарысында қалып кетуі мүмкін. Сондай ауытқулары бар. Немесе тесігі қазір басында шығу керек болған, негізі нормада. Ал ауру жағдайда ол тесігі астына немесе ұмасына қарай шығып кетеді. Ал оны біз тексеру үшін бала туылғаннан кейін 40 күннен кейін уролог маманына бір рет апарып көрсету керек. Және де бұл жерде тағы бір айтатын не, енді көп адам, көп ата-ана бізде туылғаннан кейін 40 күннен кейін немесе 1-2 айдан кейін маманға алып келіп тексермейді. Яғни қарапайым поликлиникадағы скринингтен өткізбейді. Содан кейін сүндет дейтін кезде болады бізде проблема. Сүндет дейтін кезде бәрі анықталады. Анықталмай қалатын жағдайлар олар балаларын урологқа емес, жалпы үйреніп алған маманға апарып сүндеттеп тастайды. Содан кейін бізге алып келіп тұрады. Уже ол кезде негізі сүндеттеуден алдын уролог маманына бір рет көрсетіп, егер әпчуі жараса сүндеттеу қажет, ал жарамаса, ол кезде қандай да бір ауытқу болатын болса, соны хирургиялық емге алу керек. Немесе кейбір жағдайларда болады, дәрілік ем жасаймыз, консервативно. Солған алып келу керек. Содан кейін барып сүндеттеуге рұқсат береді, немесе бермейді, уролог шешеді ол жағын. Европаға қарағанда, басқа мемлекеттерге қарағанда енді бізде медицина төмен деп айтамыз ғой. Сол салыстырмалы түрде қалай өзің көзқарасың? Халықтың айтуы бойынша шетелде ғана, басқа елде ғана жақсы емдейді. Сол жаққа кетіп қалып жатыр. Халықтың айтуы бойынша солай негізі. Енді осы медицина саласында жүргеннен кейін бізде шетелде жасалмаған операциялар бізде жасалынады. Енді салыстырмалы түрде аппараттар жетпеуі мүмкін, но бірақ бірең сараң. Но қазір халықтың ой санасы бойынша бүкіл операция, бүкіл жақсы операцияның бәрі шетелде жасалынады деп, қарапайым Ташкент, Израильде, қарапайым Ташкентке кетіп қалады. Бірақ Ташкенттегі науқастар бізге келіп емделіп жатыр да. Потому что бізде қымбат, бірақ қымбат болғанымен, соответственно, біздегі мамандар мықты, біздегі нелер мықты, оборудование мықты. Үйленгенге дейін ашығын айта берейін, урологқа барған емеспін. Мысалға, мен сияқты қазір миллиондаған жігіттер бар да. Ол былай айтқанда қоғамның дерті ғой негізі. Ол неден бастау керек? Сол қазір енді жас ата-аналар білімсіздігі дейміз ба? Негізі бала кезде жалпы сүндеттеуден былай үйленгенге дейін уақыт айтатын болсақ, сүндеттеуге апаратын кезде жаңағыдай маманын алып бару керек, уролог маманына бір. Жігіт адам үйленетін кезде, енді қазір бұрынғыға қарағанда қазір әлеуметтік желі қатты дамыған ғой. Урологтар айтып жеткізіп жатыр негізі осыны, үйленетін алдын әйел де, еркек те бүкіл анализдерді тапсырып, жыныстық жолмен жұғатын инфекцияларға тапсырып, яғни спермограмманың процентін көріп,
содан кейін үйленсе, что үйленгеннен кейін проблема аз болады деп ойлаймын. Бедеулік дейміз ғой, бұрынғы кезде бедеулік салыстырмалы түрде көбірек. Неге? Потому что ол кезде медицина жақсы дамыған жоқ и халық білімсіз болды. Неге? Ол алдын ала тексерілу дегенді білмеді. Ал қазір алдын ала тексеріледі. Көп жастар негізі салыстырмалы түрде. И үйленген кезде проблемасы аздау болады. Мен қазір бір нәрсені айтып кетейінші. Мынау менің мамандығым негізі журналист емес. Мен кино саласында жұмыс істеймін. Бірақ енді қалай түсіру керек, қандай жарықтар қою керек, қандай жерде жаңағы түсірілім жасау керек деген сияқты біраз хабарым бар болғаннан кейін, және соны пайдалана отырып, Қазақстандағы дәрігерлердің білімділігін, біліктілігін, жаңа өзімнің мамандығын пайдалана отырып халыққа жеткізгім келіп отыр да. Сондықтан біздің студиямыздың, подкастымыздың ең ашылуында өзің келіп отырсың. Енді медицинаның саласы көп қой. Оның бәрін айтып жеткізу мүмкін емес. Қазір біз енді урология саласын ғана біраз шолып өтеміз. Ислам дінінде 3 айдан бастап, шатаспасам, 3 айдан бастап, туылғаннан кейін 40 күннен бастап па, сүндеттегі рұқсат берілген да, ол медицина жағынан қалай? Жалпы медицина жағынан сүндет туылғаннан бастап сүндетті беруге болады. Негізі. Ол 40 күннен кейін немесе туылғаннан кейін сразу деген сияқты. Но бірақ менің өз пікірім, ойым, сүндеттеуді 2-3 жастан бастау керек деп ойлаймын. Неге? Мен жұмыс жасап жүрмін, білем, қандай ауытқулар бар екен. 3 жасқа бала келген кезде оның мүшесі сүндетке дайын ба, дайын емес па білеміз да. Ал ол туылғаннан бастап ол сіз мүшесі дайын емес екен білмейсіз ғой. Сіз сүндеттеп тастасаңыз, ол кезде уже ол жігіт болған кезде проблема болуы мүмкін да. Ал 3 жаста, 3,5 жаста келсе, ол жерде уже ол сүндетке дайын емес екен белгілі болып, егер дайын болса сүндеттейміз, дайын болмаса жаңағыдай операция аламыз деген сияқты. Вот сол. 3 жастан жарайды. 3 жастан енді халықты біліп отыру керек қой. 3 жастан дейік, сосын қанша жасқа дейін сүндет деген дұрыс? 3 жастан негізі қанша жасқа дейін болғанда 5-6-ға дейін сүндеттеп тастау керек негізі. Ал мынандай жағдайларда кездеседі. Ол кезде сүндеттелмеген, бірақ жігіт болған кезде 30 жаста, 55 жаста, 60 жаста да келіп сүндеттей берсе ешқандай зияны жоқ. Оның пайдасы болады. Бұл жерде просто сүндеттің артықшылығын айтып кететін болсақ, жас кезінде сүндеттеп тастаса, үйленгеннен кейін біріншіден тез бітірмеуге алып келеді, оның пайдасы. Және де қазір сүндеттеуді мұсылман емес халықта жасап жатыр. Неге? Просто дәлелденді, что осы сүндеттелген жігіттердің арасында, сүндеттеліп үйленген жігіттердің арасында әйелдерінде рак шейки матки анықталу өте төмен. Ал если сүндеттемей барып жыныстық қатынасқа түскен әйелдерде рак шейки матки жоғары дәрежеде анықталып отыр. Неге? Сіз сүндеттелмеген жігітте ол, яғни терісі жауып жатады. Терісі жауып жатқан кезде ол дәрет алса да, жуынса да инфекция қалып кетуі мүмкін. Оны алып барып әйеліне салады, сосын рак шейки матки анықталады. А егер сүндеттелген жерде, ол жерде жуған кезде, дәрет алған кезде тазаланып тұрады. Жыныстық қатынасқа түскенде, соответственно, таза болады деген. Қазақстандағы медицина мен Түркияның медицинасын салыстырып көрейікші. Себебі неге айтып отырмын? Түркияға қазақтар ағылып жатыр ғой. Сол Түркияның медицинасы өте жоғары, дәрігерлер білімді деп ойлайды. Бұл жерде олар салыстырмалы түрде кей жақтарында жоғары, но бірақ мен өз салам бойынша айтатын болсам, урология саласы бойынша айтатын болсам, енді бәріне белгілі, Елдос Колобок. Қазір Турцияға барып, мен қателеспесем 2-3 рет ЕКО-ға барды, бірақ сәтсіз аяқталды. Ал өзіміздің уролог маманына барды, Астанаға, андролог маманына ЕКО жасады, нәтиже бар деген сияқты ғой. Сондықтан шетелге шауа бергенше, бірінші өзіміздің мемлекеттегі медицинаны көріп,
егер болмаған жағдайда я келсем басқа мемлекетке баруға, бірақ бізде қазір өзімізден емделмейді, бәрі ақшасы бар, біздегі дәрігерлер білмейді деген оймен барып сол жаққа барып диагностика жасайды, сол жаққа барып емделеді, сөйтеді де нәтиже болмайды, бірақ қайттан өзіміздің Қазақстанға келіп қайттан өзіміздің дәрігерлерге операция жасатып науқастар бар да. Ол жерде зияны біріншіден ақшасы кетеді, уақыты кетеді, и шетелден келгеннен кейін ол жақтың дәрігерлері де аямайды, бүкіл ақшасын қағып алады. Күніне қанша балалар сүндеттеуге болады? Осы өздерінің Жалпы кабинет па әлде медицина орталық дейміз ба? сүндет, егер де ол біз негізі тек қана сүндет, егер тек қана сүндетпен айналысатындар, олар 15-20 сүндет дейді күніне, шамамда қателеспесем. Сендер тек қана сүндет емес, жаңағы бізде бүкіл операция бар, басқасы бар, операция бар бізде консультация бар. Бізде шыны керек сүндетті уақытымыз болса жасаймыз, уақытымыз болмаса басқа күнге ауыстырамыз. Жаңағыдай тек қана сүндетпен айналысатындар 15-20 жасайтын шығар. Мен түсінігімде уролог деген бір ғана бір мамандық сияқты да, бірақ оның ішінде де бірнеше тармағы бар ғой. Жарайды, ол сүндеттеуді бөлек дейік, хирургиялық операциясы бар дейік, оған дейінгі де процестер жүріп жатады ғой. Бұл жерде нөлден бастап, мәселен, мен клиентпін, мен келдім, мен бойымда бір ауруды көріп тұрған жоқпын, жай ғана профилактика ретінде. Мәселен, неден басталады? Саусақ салу дегеннен қазір көп жігіттер қорқады, ауыртады, бір жағынан ұялам дейді, ұят нәрсе дейді. Содан урологқа барудан бас тартады, қорыққаннан. Бұл жерде екі мәселе, жаңа екі жақты қарастырсақ болады. Бірінші, жаңағы үйленуге дайындалатын жігіт, 20 жасар, 18-20 жасар жігіт, ол жерде жаңа айтып кеткендей, спермограммасын көру керек, жыныстық жолмен жұғатын инфекциясын көру керек, болды. И қалған затқа уже ақша құртудың қажеті жоқ. Ол екеуі таза болса, спермасының проценті жоғары болса, уже оны ары қарай тексерудің қажеті жоқ, яғни ақшасын құртудың қажеті жоқ. Егер ол кезде жаңа тағы айтып беретініне саусақ салудың қажеті жоқ. УЗИ-де көрінеді, жаңа жыныстық жолмен жұғатын инфекция, спермограмма және УЗИ. УЗИ тексеру керек, ультрадыбыстық зерттеу. Қазір қайтадан басынан бастайық. Түсінбей қалуы мүмкін негізі жігіттер. Жаңағы УЗИ, спермограмма, оны қалай тапсырады, не, қашан, қанша, бағасы деген сияқты. Бағасы қызық қой енді бәріне. Спермограмма жарайды, оны өзің түсіндіріп айтасың. Ол кетті, қанша бағасы шамамен орталама? 12-13 мың шығар. 12-13 мың жарайды. УЗИ, бұл жерде УЗИ-дің барлығын өтудің қажеті жоқ. Егер де алдын ала тексерілуге келсе, УЗИ органдық мошонкамен простатаны көру керек. Екеуі бір 10-12 мың теңге. Сонымен 24-25, 23-24 мыңдай болды. Және жыныстық жолмен жұғатын инфекцияны тексеру керек. Ол тоже 20-25 мың айналасында. Топтап айтқанда 40 пен 45 мың теңгенің арасында. 40-45 мың теңгенің арасында ақша құртып, үйленгеннен кейін, егер солай тексерілсе, үйленгеннен кейін проблемасы болмайды. Ал егер сол 45-50 мыңды қазір экономдап, кейін үйленген кезде ол аурулар анықталса, ол кезде уже 300-400 мыңға түсіп кетеді. Ол енді тек қана үйленер кезде ғана қаралыңдар деген әңгіме емес, ол мектеп жасындағылар. Мектеп жасындағыларға скрининг дейміз ғой, олар мектеп жасындағы балдар кезде оларға ешқандай анализ тапсырудың қажеті жоқ. Тек қана келіп уролог көреді, уролог пальпация жасап, қолмен қарап, көрген кезде ауру анықталмаса, оған ешқандай анализ тапсырудың қажеті жоқ, қайта береді. Ал үйленуге дайындалып жатқан жігіттерге жаңағыдай анализдер керек. Және де 40-тан асқан жігіттер болады, оларға сіз айтқандай профилактика үшін келетін болса, оларға қазір ПСА дейміз, простатический инфекцический антиген, яғни ракты 40 жастан кейін ер жігіттерде простатаның рагы кездесу жиілігі жоғары. Соны анықтап көру керек, және ультрадыбыстық зерттеу көру керек, болды. Егер сол екеуі нормальный болса, уже емделудің қажеті жоқ. Сол екеуінен ауру шығып жатса, тоже емделіп, рактың алдын алу керек болады.
және саусақ тығуға байланысты кез келген адамға келдің, бұрынғы заманда саусақ тығып диагностика жасайтын солай. Ол кезде УЗИ болған жоқ, ол кезде анализ болған жоқ. Қазір ол кез ондай емес қой, заман дамыды. Қазір ол керек болса жасайды, ол үшін объемы басқасы үлкен болса. А егер объемы үлкен емес, бәрі нормально болып тұрса, анализде, диагностикада бәрі жақсы болса, олай тексерудің қажеті жоқ. Сол бәріне қызық деп ойлаймын ше. Не үшін саусақ тығады? Ол нені емдейді? Саусақ тығу негізі қазір саусақ тықпайды емдейміз. Аппараттар бар. Но бірақ саусақ тығу керек жағдай болған кезде простатаның көлемі жалпы біз нормада 20-18-25 арасында. Егер простатаның көлемі 40-тан жоғары болып кетсе, 45-50 болса, онда сол саусақ тығу арқылы простатаның көлемін застойный простатит дейді ғой, яғни ішінде ірің толып қалса, соны басып шығарып тастаймыз. Сол үшін қажет болады. Но ол бүкіл жігітке жасалынбайды. Определенный көрсеткіші бар. Жаңағыдай УЗИда простатасы үлкен болып тұрса, аппаратқа көнбеген жағдайда сондай жігіттерге жасалынады. Қазір былай айтқанда 4-тен біріне жасалынады, ол диагностика, ем жасалынбаса керек емес. Жарайды, ары қарай өтейік. Енді келесі мен білетін варикоцеле деген бір проблема бар ер адамдарда. Ол мен сонау 10-шы сыныпта оқып жүрген кезде варикоцеле болдым, содан операция жасады деп, қуығыма жасады деп, бір сыныптасым кәдімгідей бір айдай ма сабаққа келмей қалған. Варикоцелені машинкаға жасайды. Мен ол кезде мүлдем түсінген жоқпын. Анау аяқтан балтырдан шығып кететін бір варикоз бар ғой. Мен солай деп ойладым. Соған ұқсайды ма екеуі? Екеуі екі бөлек. Екі бөлек. Және сол неден пайда болады? Варикоз ол аяқтағы сосудистый жасайды. Сосудистый хирургтар ол бөлек. Ал варикоцеле урологтар жасайтын операция. Ол неден пайда болады? Жалпы организмде, былай айтқанда, туа пайда болуы мүмкін. Бала кезде жаңағыдай туа пайда болғаннан кейін 11-12 жаста анықталады. Жүре пайда болуы мүмкін. Ол жүре пайда болған, ол біріншіден көбінесе физический нагрузка дейміз ғой, ауыр жүк көтергенде шығып кетеді варикоцеле. Және де дұрыс, оның этиологиясы көп, дұрыс емес тамақ жеген кезде, енді қазір көбейіп кеткен фастфудтың әсерінен шығып кетуі мүмкін. Және экологияға байланысты сондай нәрседен шығып кетуі мүмкін. Және де ол анықталған кезде, сіз, например, өзіңіз айтып отырсыз, 10-шы класста анықталды деп. Анықталған кезде операцияны жасап тастаған жақсы негізі. Неге? Себебі, например, варикоцеле неден, жаңағы нәрседен пайда болады. Бізде нормада дене температурасы 36 болатын болса, мошонканікі 34. Яғни мошонка ұма 2 градус төменде жақсы өзін сезінеді. Жұмыртқа өзін дене температурасынан -2 градуста өзін жақсы сезінеді. Ол веналық көк тамырлар үлкейіп кетеді ұмадағы. Сонымен жоғарыдағы температура мошонкаға түседі. Сонымен сол жердегі температура көтерілгеннен кейін, соответственно, сперманың процент төмендей береді ғой. Анау варикоцеленің шығуын ойлап отырмын да. Мысалы, біз бала кезден осы ес білгелі ауыр зат көтеріп ауылда өстік қой енді бәріміз. Ауылда құрылысың бар, малыңа қарайсың, ауыр шөптерді көтересің, тас көтересің, кез келген затты көтере бересің ғой. Содан елде кетеді, грыжа болады. Ауылдың балаларымен, енді қаланы айтайын деген, қаланың балаларының арасында салыстырмалы түрде рас па, ауылдың балаларында көбірек келеді ма? Варикоцеле. Бұл жерде екі жақты қарастырсақ болады. Ауылдың балаларына варикоцеле көп кездеседі, но бірақ ауылдың балаларында тестостерон, еркектік гормон жоғары. Ал қаланың балаларында ол төмен. Неге? Ауыр жұмысты жасау керек, но бірақ определенный өзінің уақытында физический нагрузка организмге керек. Бірақ
өзінің Нормадан нормасында. тыс жасамау керек. Да, нормадан тыс жасамау керек. И ал қалған балдары физический нагрузка аз, қимыл аз болғаннан кейін оларда семіру көп, салмақ қосу көп, әлсіздік бар, и одан кейін соған байланысты тестостерон да төмен болады. Енді қалада расында да жұмыс жоқ қой. Оқуына барады, келеді, бір курстарға барады, жүзуге барады деген сияқты, футболына барады. Ауылдағыдай ауыр жұмыс жасамағаннан кейін. Оған Енді келісемін. бұл жерде тағы бір сұрақ туады негізі. Онда ауылдың балдарының бәрінде варикоцеле болса, неге бәрінде бала бар ғой деген сияқты ше. Көбісінде бала бар ғой, неге варикоцеле? Бұл жерде былай сұраққа жауап берсек болады негізі. Иә, варикоцеле анықталған бүкіл еркекке операция жасалына бермейді негізі. Ол варикоцеле анықталса, уролог маманына бару керек. Сол кезде ол анықтайды. Диагностика дейміз медициналық тілде. Яғни тексеру керек. Егер спермограммасының проценті жақсы болып тұрса, бірақ варикоцелесі болса, оған операция жасаудың қажеті жоқ. Вот. Екіншісі, неге себеп? Себеп ол көтеріп алады. Бекерден бекер травма жасап қажет емес қой. Бірнеше жылдан кейін ол үдеп кетуі мүмкін. Бірнеше жылдан кейін үдеп кетуі мүмкін. Бірақ сол кезде жасатса болады, но бірақ ол үдемей сол уақытында тұра беруі де мүмкін. Ол варикоцеле бар, өмір бақи сонымен өмір сүреді, балалы болады, тестостерон нормаль болып тұра береді. Ол кезде операция жасаудың қажеті жоқ. Себебі біз операция жасаған кезде травма болады, организм стресске түседі. Ол нәрсенің қажеті жоқ. Ал кейбір жағдайда болады, варикоцеле бар, спермограмма төмен процент, тестостерон төмен, ол кезде операция жасау керек. Оны сізде варикоцеле бар болса, бар екен деп операция жасап тастаудың қажеті жоқ. Білетін уролог маманына барып, диагностика жасатып, көрсеткіш болса жасау керек, көрсеткіш болмаса, ары қарай өмірін жүре беру керек. Қазір инстаграмды қарасаң, тестостеронды көтеретін мынандай витамин бар, витамин, тағы бір нәрсе, атын айтпай ақ қояйын. Анау бар, мынау бар деп атады да, сол тестостеронды жалпы көп жігіттер түсіне бермейді. Ол не екен? Соны ашып түсіндіріп айтып. Тестостерон дегеніміз, яғни ол биологиялық активті зат. Тестостерон жалпы еркектің еркек екенін көрсететін гормон ғой. Ол жоғары болса, тестостерон жоғары болса, жігіт адам настроениесі жоғары болады. Көңіл күйі дұрыс болады. Проблемасы болса да, тестостерон жоғары адам оны білдірмейді. Бұл жерде тестостеронды көтеру үшін жігіт адам өзімен өзі көп жұмыс істеу керек қой. Физикалық күш түсіру керек өзіне. Бірақ нормадан жоғары емес, нормада. Спортпен айналысу. Спортпен айналысу керек, иә. Таңда жүгіру деген сияқты, отжимания, бассейнге бару деген сияқты. Тәттіні аз қабылдау керек. Ол қаншалықты әсер етеді осы тәттіні? Бәрі жақсы көреді. Қазір анау газированный сусындарды көп ішеді да. Мен білем, достарымның ішінде 80-90% үнемі солар ішіп жүреді. Қаншалықты әсер етеді? Ол қаншалықты әсер етеді? Бір процентпен алғанда 60-70% әсер етеді деп айтсам болады. Неге? Оның ішінде бірінші бояу бар, газ бар, тәтті бар. И оны қантпен жасағаннан кейін, қант организмге түскеннен кейін, қанттың деңгейі көтеріліп кетеді. Қант демек тестостерон түсіріп тастайды ғой? Иә, қант тестостерон түсіріп тастайды. Қандағы инсулин дейміз ғой. Қант деңгейі көтеріліп кетеді да, инсулин. Содан кейін инсулин қант деңгейі көтерілгенде еркектің еркек гормон төмен түсіп кетеді. Содан жыныстық қатынасқа деген, жалпы жыныстық қатынасқа деген желаниесі төмендейді. Яғни сахары жоғары адам, қанты жоғары адам сахарный диабетке ауруға шалдығуы мүмкін. Сондықтан ондай сусындарды қабылдамауға тырысу керек. Енді спорттан басқа тағы да тестостеронды не көтереді? Қалай көтеруге болады? Витамин ішіп жүре берсе болады ма? Тестостеронды қазір интернетте сіз айтпақшы жаңағыдай нәрселер көбейіп кетті, жарнамалар. Мықты артистерді, әншілерді, актерларды жарнамалап, мынандай витамин ішсеңіз, сіздің тестостероныңыз көтеріледі, сіз күшті боласыз деген жарнамалар көбейіп кетті. Оның бәрі былай айтқанда өтірік нәрсе.
оны неге сұрақ, бірінші адам соны көрген кезде сұрақ туы керек, неге бұны дәрігерлер жарнамаламайды деп. бір дәрігер жарнамалайды, себебі біледі оны уақытша дүние екен, уақытша зат екен. Ол былай айтқанда өтірік витаминдер ғой, ақша істеу. Өтірік дегенде соны атақты адамдар Енді жарнамалап жүр ғой. атақты адамдарға көп ақша береді, олардың ештеңесі кетпейді. Ол организмге қатты зиян тигізіп кетпейді. Бірден былай айтқанда өлтіріп кетпейді, бірақ пустышка дейміз ғой, былай айтқанда. Демек ол Қабылдайды, уақытша ғана ма? уақытша әсер етеді. Қанша ай ма, жыл ма, күн ба? Былай айтқанда бәрі біледі ғой қазір. Еркектік гормон көтеретін ана витамин, мына витамин деп сатады да. Оны бірақ былай айтсам бәрі білетін. Виагра мүшені тұрғызуын жақсартады ғой. Сол моментте қабылдайсың, тұруы жақсарады, жұмысын бітіресің, одан кейін уақыт дегенде азаяды. Былай айтқанда, прямой айтқанда соны қолданады олар. Соны ішкізеді, соны қабылдаса, еркек адам қабылдай береді. Соны қабылдаған кезде вроде жағдай жақсарып, көңіл күйі дұрысталып, жыныстық қатынасқа деген тәуелділігі дұрысталып, уақытша 2-3 ай болуы мүмкін. 2-3 айдан кейін ол бітеді. Одан кейін дәріге тәуелділік пайда болады. Олар ала береді, дәріні ала береді, оларға пайда түсіп жатыр 200 мың, 300 мыңнан. И уже 4-5 курсын қабылдағаннан кейін ол витаминнің өзі әсер етпей қалады да. Жаңа виаграға әсер етпей қалады. Потому что ол уақытша дүние мынау ғой. деп атын айтпай ақ қояйық, бірақ енді халыққа түсіндіріп те айтып жатырсың ғой. Егер енді бастап жүрген жігіттер болса, соны алып оны тоқтату керек, тоқтату керек. Өзінің маманына, дәрігерге бару керек. Болды. Оны жаңағыдай жарнамалайды да, медициналық ешқандай білімі жоқ адамдар жарнамалайды да. Онда дәрігерлер не үшін 10 жыл оқыды? Одан кейін ол дәрігерлер осыны емдеу үшін 5 жыл бір оқиды. Одан кейін сертификатын жетілдіру үшін 2 жыл тағы бір оқиды. Бакалавр, интернатура 2 жыл. Одан кейін резидентура тағы 3 жыл. Сонда 10 жыл осыны зерттеу үшін, білу үшін, емдеу үшін оқыдық та. Солай емдейміз да біз дәрігерлер. Олар алады да, бір витаминмен бүкіл проблеманы шешіп жібергісі келеді да. Олар витаминмен алады, тестостеронды көтереміз дейді, жыныстық жолмен жұғатын инфекциялық ауруларды кетіреміз дейді. И одан кейін қазір больдан басады, аурудан басады. Енді шыны керек, қазір көтерте алмай жүрген жігіт, ер азаматтар көп. Соны айтады, бұны ішсеңіз, сразу әйеліңізді көтертесіз дейді. Бір дәрімен сол кезде 5-6 проблеманы шешіп тұр да. Ол қалай шешеді? Түсінемін. Жаңағыдай виагра ол ішкеннен кейін жыныстық тәуелділігі уақытша көтерілуі мүмкін, бірақ ол инфекцияны емдемейді ғой. Уақытша жаңа көңіл күйін көтереді, бірақ уақыт өте келе сол дәрі ма қалай ол витамин ғой. Витамин. Витаминге тәуелділікке алып келеді. Тәуелділікке алып келеді. И соңында ол тәуелділікке алып келген соңында оның өзі көмектеспей қалады. Ол бір табиғи деп айтып жатады ғой. Мысалы, балмен бір тамырлардың қосындысы деп ше. Ол енді қалай тәуелділік? Маркетинг дейміз ғой. Маркетинг өту үшін солай айта береді ғой. Маркетинг сату үшін табиғи десе, бүкіл адам ойлайды, табиғи екен, ішуге болады екен дейді. Мүмкін оның ішінде бір жақсылар бар шығар. Мысалға, вита бір нәрсе деп айтып жатады, енді толық атын айтпай қояйын. Соңы мән, ман. Соны қаншама жігіттер алып ішіп жүрді. Енді ол мынандай нәрсе ғой, интернетке шығарады, именно көмектескен адамдарға немесе жаңағыдай жарнамалайды танымал адамдар. Ал оның зиянын ешкім шығарып отқан жоқ қой. Оның зияны бізге дәрігерлерге отыр. Мен бұрын осы витаминді қабылдадым. Осы жерде тағы да айтып кетейікші. Кешірім, тағы да айтып кетейікші. Сол бал мен тамыр қоспасы деп сатып жатады ғой. Көріп жүрсіздер ғой. Ішіп жүргендеріңіз де бар шығар. Содан пайдасын да көрдім дегендер жазыңыздаршы. Және зиянын да уақыт өте келе содан зиян таптым дейтіндер де жазыңыздаршы. Немесе басында көмектесті, кейін уақыт өте келе көмектеспей қалды деп. Енді неше түрлі оқиға болып жатады ғой әрбір жігіттердің басында.
Иә. Жазыңыздаршы, қандай ойларыңыз бар, қандай пікірлеріңіз бар. Ары қарай оны да бір талқылайық. Еркектік ауру жасарып жатыр ма қазір? Мынау бедеулік деген нәрселер бар. Сол бедеулікке не алып келеді? Иә, жасарып жатыр. Алдыңғы бұрынғы заманға қарағанда қазір жасарып жатыр. Неге? Қазір былай айтқанда көп жасөспірімнің бәрі жыныстық қатынасқа ерте түседі. Ол былай айтқанда жеңілтек қыздарға көп барады. Сөйтеді де инфекция жұқтырып алады. Ешқандай ем қабылдамайды. Инфекцияның әсерінен ұрық жолдары бітеліп қалады. Ол үйленген кезде дұрыс ұрық тастамайды. Содан кейін уже уақыт өтіп кеткен кезде ұрық жолдары полный бітеліп қалғаннан кейін ерлерде бедеулік алып келеді. Бір. Екі, қазір жас жігіттердің бәрінде, көбісінде қимыл аз болғаннан кейін тестостерон гормоны жаңағы айтқан түсіп кетеді. Ол түсіп кеткеннен кейін тестостерон түсіп кеткеннен кейін қимыл аз болғаннан кейін фастфуд қабылдай бергеннен ол спермограммаға әсер етіп, спермограмманың қимылдауы төмен болады да жатырға түсуі, спермограмманың ұрықтың жатырға түсуі қиын болып, тағы көтерте алмай қалады жігіттеріміз. И одан кейін енді қазіргі айтқанда экологияда әсер етіп отыр ғой негізі. Бұрынғыдай ауа таза емес. Одан кейін бұрынғыдай барлығы қымыз, сүт ішіп жатқан жоқ. Барлығы жаңағыдай газированный ішеді, фастфуд қабылдайды. Химикат қосылған заттар қабылдайды. Тамақтар да көп, көкөністердің 100% деп айтуға да болатын шығар. Барлығы сол химикат қосылып келе жатыр ғой. Иә. Тез өсіру үшін, тез ақша табу үшін, қызанақты тез қызару үшін мысалға міндетті түрде химикат қосады. Сол сияқты оны біз ішіп жатырмыз. Ішімізде неше түрлі ауру пайда болып жатыр. Бәрі соны айналып келген кезде тек қана енді урология жолында ғана ауру алып келмейді, бүкіл организмді улауға алып келеді. Мысалға нәресте туылды, ер бала туылды. Оны қалай білеміз? Туыла сала бірден спермасы дұрыс болып туыла ма, әлде уақыт өте келе ғана өзгеріс болады ма? Еркек адам туылғаннан кейін хромосомасына байланысты өзгеріп, медициналық тілмен айтқанда, хромосомасына байланысты өзгеріп, бедеу болып туылуы да мүмкін. Ол жігіт болған кезде урологқа қанша емделсе де көтерте алмайды. Ал кейбір жағдайларда ол нормально болып туылады, бірақ жаңағыдай жүре пайда болып, жыныстық жолмен жұғатын инфекция ауруы болып, немесе жаңағыдай ауыр жүк көтеріп, варикоцеле болып, соның әсерінен жүре пайда болып бесплодияға шалдығуы мүмкін. Бірақ бұл жерде біз туа пайда болғанда емдей алмаймыз, бесплодия болып туылғанда. Ол өте қиын. Ол солай бедеу болып қалады. Жүре пайда болып, жаңағыдай жас кезінде емделмей, кейіннен келген кезде уақытында келсе емдеп жүктілікке жетуге болады. Бедеу болып туылатын балалар қаншалықты? Олар көп па? Ол өте көп емес негізі. Аз ғой. Аз, бірең сараң. Оның себебін айтыңызшы. Себебі генетикалық. Ол бұрын оның ата бабасында сондай болуы мүмкін. Сол болуы мүмкін. Демек, бедеулік деген ол тұқым қуалайтын бір аурудың түрі болып тұр ғой. Тұқым қуалайтын болғанда, ол жаңағыдай бұрынғы ата бабасында болуы мүмкін, бірақ тұқым қуаламайды. Ол оның әкесінде болып, оның атасында болмауы мүмкін деген сияқты. Ол енді генетический жағынан бұрын кейбір ғана ұрпағында ғана пайда болуы мүмкін. Кейбірге ұрпағында ғана. Оны қалай білеміз десеңіз, урологқа барған кезде. Қазір бізде тағы бір дерт, урологқа барғанда простатит деп емдей береді, суықтаған деп. Негізі ол қате. Соны білу үшін біз жақсы білетін уролог маманына барып, кариотип деген анализ бар. Кариотипке тапсыру керек. Егер де кариотипте XY46 хромосома еркек адамда болса, онда ол нормально. Ал егер 47 XY болып кетсе, немесе YY болып кетсе, ол кезде ол патология. Оны уже емдеудің де қажеті жоқ. Былай айтқанда, науқасты ақшаға түсірудің қажеті жоқ. Ол бедеу болып қала береді. Қазір негізі әлеуметтік желі дамығанның бір жағы,
жақсы. екінің бірі сөйлеп жатыр ғой сол жерде Иә, отырып алып өзін жарнама жасап отыр да, сен ойлайсың инстаграмнан шықты жарқ етіп, демек бұл өте білімді уролог, болды бәріміз соған барайық деген иә. сияқты. Бұл жерде таяқтың екі ұшы бар. Бірінші, әлеуметтік желі дамып жатыр, иә. Врачтар табу оңай, но бірақ ол қаншалықты білімді, білімсіз екенін білу қиын. Ол үшін бір дәрігерге бардың, ұнамады ма, екінші дәрігерге барып көру керек. Болды. Енді қарға қарғаның көзін шұқымайды, мен қаншалықты кімнің білімі қандай екенін білмеймін, бірақ халыққа айтатыным жаңағыдай, бір дәрігердің консультациясы ұнамаса, екінші дәрігерге барып көру керек, немесе үшіншіге. Қалай дейміз, жүктілікті еркектер емес, әйелдің мойнына артып қоятын сияқтымыз осы. Енді басқа ұлтты білмеймін, бізде қазақтарда. Бұл өте қате. Қаншалықты еркектер жауапкершілігі бар, және жауапкершілікті өздеріне алады ма? Бұл кезде жауапкершілікті еркектер өте төмен деңгейде алады өзіне. Бірінші, қазіргі әйелдерінде бәрі нормальный болса да, бірінші гинекологқа жібереді. Гинеколог тексеріп, бәрінде әйелі нормальный дегенде, әйелі шырылдап, одан кейін урологқа әйелімен бірге келеді. Негізі бұл қате. Егер бала болмай жатыр ма, үйленді жұп, бір жылға дейін негізі біз рұқсат береміз. Бір жылға дейін ол балалы болмаса, это нормально. Бір жылда бір-біріне үйренісі мүмкін, басқа болуы мүмкін, бір жылда көтеріп кетуі мүмкін. Ал егер бір жылдан кейін балалы болмаса, ол әйелін гинекологқа жібере бермей, әйелі гинекологқа, еркек уролог, андрологқа барып тексерілген дұрыс. Себебі, былай айтқанда, еркектікі тұрып жұмыс істей беруі мүмкін, спермограмма шығара беруі мүмкін, бірақ ол ұрығының сапасыз болуы мүмкін, ұрығының проценті төмен болуы мүмкін, көтерте алмауы мүмкін, жұмыс істей беруі мүмкін, бірақ ұрығының сапасыз болғанынан әйел көтермеуі мүмкін. Біздегі қоғамның қателігі әйелді кінәлай береді сол кезде. Еркек адамдар менікі тұрып жатыр, мен жұмыс істеп жатырмын, ол қате. Егер сіздікі тұрып жатса да, жұмыс істеп жатса да, уролог, андрологқа барып консультация алып, бір рет тексерілген дұрыс болады. Сол кезде анықталады, кімде қателік екен. Әйелді кінәлайды дегеннен шығады ғой. Мен білетін көргендерім де бар, және көптеген оқиғалар да бар да. Сол үшін ажырасып кетіп жатқандар. Ол не? Сен неге қыз туа бересің? Неге сен 5 қыз тудың, одан кейін тағы да ұл күтіп едік, мен сен ұл туады ма деп жүрсем, тағы да 6-шысын қыз босандың деп ажырасып кетіп жатқан отбасылар да бар мысалға. Бұл жерде енді кім кінәлі? Бұл да негізі еркек адамдардың былай айтқан кезде шыдамсыздығының деп айтсақ та болады негізі. И қателік бұл жерде әйелден іздеудің қажеті жоқ бұл жерде. Ең бірінші, енді бәріміз мұсылманбыз. Туатын адам сол ғой. Енді мұсылманбыз, Аллаға сенеміз бәріміз. Бірінші Алладан сұрау керек, ең бірінші. Негізі медициналық тілден келетін болсақ, бұл жерде ұл болуы, қыз болуы еркекке, тікелей еркекке байланысты. Неге? Қарап отырсақ, Y әйелдерде, XY еркектерде, хромосома. Жаңағы айтқан 46 хромосома, 46 хромосома XY еркектер, 46 хромосома Y әйелдер. Яғни жыныстық қатынасқа түскен кезде еркек адам Y жіберсе әйелге, онда Y-мен қыз туылады. А еркек адам X жіберсе, XY қосылып еркек туылады. Вот сол кезде проблема кімде? Проблема еркекте. Сол үшін әйелді кінәлап емес бұл жерде. Бірінші Алладан сұрау керек. И одан кейін берсе, Аллах тағала береді, бермесе соған көнесіз. Бұйырғаны, иә. Бұл жерде ешқандай әйелдің кінәсі жоқ. Ол енді түсінікті ғой, негізі әйел таңдамайды, еркекте таңдай алмайды. Ол деген өте көзге көрінбейтін ұрық, барып қосылып жатқан кезде сен жоқ анаусын жіберейін деп тағы бір осы нәрсені пайдаланып ақша тауып жатқан адамдар бар да негізі. Маған кел, мен емдеймін, немесе мен оқып беремін, солай ұл болып кетеді деп. Ол қате. Ондайлар да бар ма? Ол өтірік. Кейбір мәліметтерде айтылады, бізде медицинада еркек адамның ұрығының проценті жоғары болса, ұл болады деген. Но бірақ ол да дәлелденбеген. Кейбір мен пациенттерден естимін, әйелім гинекологқа барды, енді пациент келеді маған,
менде осы 4 қыз, әйелім гинекологқа барған еді. Еркегіңнің мүмкін күйеуіңнің ұрығының проценті төмен шығар, урологқа бар деп айтып жібереді да. Негізі ол да қате. Оның проценті жоғары бола беруі мүмкін, бірақ қыз туыла беруі мүмкін да. Сол кезде бір рет витаминдер қабылдап көру керек, құдайдан сұрап, сол кезде ұл болып кетуі мүмкін, бірақ бәрібір де ол еркекке байланысты. Оның жіберуі X, Y-ға байланысты болды. Енді қайсысы бой выживший мысалда? Y. Бұл жерде еще тағы бір негізі енді өмірде де біз айтамыз ғой, қыз бала пысық. Біз еркек адамдар ұрық тастаған кезде, спермограмма тастаған кезде миллиондаған ұрық тастайды да, біреу ғана емес. 60, 70, 80 миллион деген сияқты тастайды. Соның ішіндегі пысығы барып жатырға кіреді ғой негізі. Сол пысығы қыз болып тұр ғой. Былай айтқанда қыздар көп кіреді жатырға, пысықтанып барып. Одан кейін әйел адам, соответственно, қыз туады ғой негізі. Енді өмірде де солай ғой. Қыз бала ер балаға қарағанда ерте жетіледі. Сондықтан дәл осы оқиға бастарыңыздан өтіп жатса, әйелді кінәлауды қойыңыздар. Ол еркектердің өздерінің ойында болып жатқан, организмде болып жатқан табиғи нәрсе. Табиғи құбылыс. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде Құдайдан сұрау керек, әйелді кінәлаудың қажеті жоқ. Құдайдан сұрау керек, ниетті туырлау керек. Сол кезде болады. Белгілі бір тағамдарды, продуктын жесе, не X артады, не Y артады деген. Ұл болады, қыз болады дегеніңіз ғой. Жоқ, ондай. Қандай тамақ жейміз сол үшін? Жоқ, ондай зат жоқ. Қандай тағам жесек, ұл болады. Қандай тағам жесек, қыз болады деген ондай түсінік жоқ. Түсінем. Жаңағыдай дәнді тамақтар жесең, тестостерон көтеріледі деген дүние бар, да? Дәнектер, жаңағыдай асқабақтың дәнегі деп айтсақ болады, немесе жер жаңғақтар, жаңағыдай дәнектерді жеп, тестостеронды көтеріп, белгілі бір деңгейде тестостеронды көтеруге болады, бірақ мына тағамды жесем ұл болам, мына тағамды жесем қыз болам деген ондай түсінік жоқ негізі. Нумеролог дейді ма? Нумеролог дейді ма? Соларды жазып жатады ғой. Сен маған кел, саған күндеріңді, жаңа туылған күндерің, цифра анауны бәрін есептеп беремін да, қай күні қосылу керек? Мына күні қосылсаң қыз болады, мына күні қосылсаң ұл болады деген сияқты айтып берем дейді. Ол былай айтқанда, мен негізі былай айтқанда, ол ақша табу ғой негізі. Нумеролог бірінші, жалпы бізді көріп отқан көп адам мұсылман болады ғой енді. Дін жағынан мен қатты білім жоқ, бірақ жын жағынан айтатын болсақ, негізі Аллаға серік қосу ғой нумерологтар. Ол керек емес негізі, біріншіден. Ол сіз есептесеңіз де, есептемесеңіз де Аллах тағала береді. Ол ұл болатын, қыз болатын. Ол қате түсінік негізі. Ерлердің арасында ең көп тараған ауру простатит. Простатит деген, былай айтқанда, жалпы хит тема ғой негізі. Урологтардың арасында болсын, халықтың арасында болсын. Негізі жаңағы бедеулікке байланысты қарастыратын болсақ бұны. Бедеу болдым, бедеу бала болмай жатыр, сенде простатит деген түсінік жоқ негізі. Бүкілінде воспаление суық болуы мүмкін, простатит болуы мүмкін, бірақ оны емделсе кетеді. Одан кейін аяғын жылыстап жүрсе, өзін жаңағыдай физический нагрузка түсіріп, спортпен айналысып жүрсе, ол қайталанбайды адамның өзіне байланысты. Бірақ простатитпен бедеулікті байланыстырмау керек, шатастырмау керек. Ол простатитті емдесең, ол жазылады, бірақ ары қарай көтерте алмауы мүмкін. Бедеу болып қалуы мүмкін да. Бағана біз айтып кеттік қой, бедеулік ол туыла сала пайда болуы мүмкін. Да, туыла сала пайда болуы мүмкін. Оны анықтау керек болады. Бұл жерде диагностика жасау керек, оны анықтау керек болады. Немесе жаңағыдай жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар, соны анықтау керек болады. Немесе спермограмма тапсырып, подвижность, қозғалғыштығы бар ма жоқ па, соны анықтау керек болады. Простатит ол уақыт өте келе. Простатитті былай айтқанда процентпен қарастыратын болсақ, бір 100%-тің
30-40%-ін простатитті емдеп барып көтеріп кетуі мүмкін, бірақ 60-70%-ы ол простатитке байланысты емес негізі, жігіттердің бедеу болуы. Оны қосымша жаңағыдай генетикалық ауруларын тексеру керек, гормондарын тексеру керек, ультрадыбыстық зерттеуден өткізу керек, сол кезде белгілі болады. Суық өтуден дедік қой, суық тиюден. Ол үнемі аяғыңды бір жылыстап жүру деген мүмкін емес сияқты. Бұл жерде простатиттің жаңағы айтқан айналып келгенде. Айтайын дегенім, тек қана сол суықтан келеді ма простатит деген? Жоқ, қазір айтайын деп отырмын, соны суықтан келмейді ол. Инфекция жұқтырғаннан кейін, жыныстық жолмен инфекция жұқтырып алады, емделмейді. Соның асқынуы простатитке алып келуі мүмкін. Және де застойный простатит дейміз. Ол енді кейбір жағдайларда суық өтеді, жыныстық қатынас сонымен қатар арасы ұзап кетсе, сол кезде болып қалуы мүмкін. Но бірақ қатты әсер етпейді, но бірақ кейбір жағдайларда деректерде солай бар. Бала жоспарлап жүрген еркек адам көбінесе сол жоспарлап жүрген уақытта баняға баруға болмайды, ыстық парға қайта-қайта түсуге болмайды, себебі ұма суық температураны жақсы көреді. Бағана айтып кеткен. Жұмыртқа дене температурасынан 2 градусқа төмен. Ал сіз баняға барғаннан кейін, пар қабылдағаннан кейін, соответственно, 70-80 градуста ыстық парға отырасыз. Сол кезде жұмыртқаның ішіндегі сперманың подвижность дейміз, қозғалғыштығы төмендеп кетеді. И жүктіліктің болуы, былай айтқанда, арасы ұзақ болады. Сол үшін жүктілікті жоспарлап жүрген ерлі зайыпты ер жігіттер сол кезде баняға баруға болмайды. Яғни малый тазға көп күш түсіру керек. Жаттығу, кегл дейміз, интернеттен қарап оқыса болады. Соны көп жасау керек. Малый таз деген мына бел ғой. Белден төмен именно отырып тұру, таңертең спортпен айналысу. Енді барлық адам айналыспауы мүмкін. Жаңағыдай тұрғаннан кейін отырып тұрып, анжимания жасап, и одан кейін осы жерде витаминдерді айтсақ болады. Қалай витаминдер? Именно дәрігерлер ұсынған. Енді қазір мен айтсам жарнама болып кететін шығар. Бірақ енді айтайық та, оны жарнама дегенде де көпшіліктің денсаулығы үшін айтайық. Ол дәрілерді мен айтсам, ол қазір, например, витамин ішіндегін айтайын, витамин В, оны айтқанда да бәрі білмейді, бірақ бәрі айналып келген кезде өздеріңе келіп жүгінеді ғой, қандай витамин, ол қаншалық витамин алсам болады деген сияқты сұрақ көбейіп кетеді. Сондай витамин Е, В, С витаминдер қабылдау керек. Селен. Оның да бір белгілі нелері бар ғой. Мысалға, Е-нің өзі 200-дік дей ма? 200-дік, 400-дік солай бөлінеді. Ол үшін сондай витаминдерді алу үшін жалпы урологқа барып, бір консультация алып, сол витаминдерді қабылдап жүрсе, соның ұрықтың қозғалғыштығына, и одан кейін ертең тағы бір баланың дұрыс туылуына да жақсы әсер етеді. Бала туылған кезде витаминдері нормальный болып деген сияқты. Гемоглобина, енді қазір көп бала анемиямен туылып жатыр деген сияқты ғой. Сол үшін ол жүктілікті жоспарламай баратындар ғой, ерлі зайыптылар ғой көбінесе. Бала туылғаннан кейін ауру болмаса да, жаңағыдай әлсіз болып туылады. Сол үшін жүктілікті жоспарлап, дәрігерге, әйел адам гинекологқа барып, еркек адам урологқа барып, өзінің витаминдерін қабылдап, солай жоспарлап туылған бала денсаулығы дұрыс болып туылады. Шала туылған балалардың туылу себебі ол неден болуы мүмкін? Ананың денсаулығынан ба, әлде ер адамның, әкенің денсаулығынан ба? Бала ауытқумен туылса дейсіз ғой. Бала ауытқумен туылғаны жалпы организмге байланысты негізі. Әйел адамның да, еркек адамның да. Бірақ бұл жерде тағы бір айтып кететін дүние, жаңағыдай мүгедек болып туылып қалатын жағдайлар болады, кейбір жағдайларда балдар. Ол жаңағыдай ғой, жыныс үйленгеннен кейін, немесе үйленбей жатып, жоспарламағандарда көп кездеседі. Неге? Бұрын жыныстық қатынасқа түскен бала кезде емделмеген, инфекция бойында қалып кеткен, содан кейін үйленеді, үйленгеннен кейін бұрын тексерілген жоқ, одан кейін де тексерілмейді, одан кейін дұрыс ұрық тастамағаннан кейін бала кейбір жағдайларда мүгедек болып солай шала туылуы мүмкін. Сол үшін
үйленетін алдын бір рет урологқа барып консультациясын алып жыныстық жолмен жұғатын инфекцияларға анализ тапсырып барып көз жеткізіп таза болғаннан кейін жоспарлау керек. Көрерменнің мен көзқарасы мен ойымен айтқым келіп тұр да. Ой, мынау дәрігер айта береді, анау урологқа бармай ақ міне ғой 4 баласы бар, 5 баласы Иә. туылды ғой, сап-сау деп айтып отырады. Сол айтатын адамдар табылады негізі. Сондайларға не айтуға болады? Ондайларға енді жалпы ол бұрынғы кезде өмірінде ешқашан урологқа, андрологқа барып көрмеген, бірақ жасы 50-ге, 60-ға келіп қалған, бала шағасы кәдімгі дені сау, өсіп, оларды ұрпақ жалғастырып жатқан адамдар. Енді бұл жерде мен бүкіл адамды айтып отқан жоқпын ғой. Осы ғой айтпағым, осы ғой. Кейбір кездесіп қалатын жағдайлар болады. Сол үшін енді бізге де жүктілікті жоспарлауға немесе үйленбей келген жігіттер болады, өзін көруге, олардың тап-таза ешқандай инфекциясы болмаған. Айтпағым. Просто көз жеткізіп кетеді сол. Бәрін олай қорқытпай қояйық деген ғой. Қорқытпайық. Профилактика ретінде барып тексерілем десе, ол өте жақсы. Өте жақсы. Ал тексерілмейді, балалы болып жатқандар бар, қосылам. Енді ол бұрын мүмкін ешқайда бармаған шығар. Қыздарға бармаған шығар. Жаңағыдай спортпен айналысқан шығар, суға өткізбеген шығар. Вот сондайлар. Өзін қарайтын адамдарға ауру негізі табылмайды ғой. Бізде көбінесе негізі дәрігерлерге баратындар өзімен өзі жұмыс істемейтіндер ғой, өзін былай айтқанда жақсы көрмейтін, спортпен айналыспайтын, жаңағыдай леви жүрісі бар деген сияқты. Менің ойымша қазір енді ол түсінікті ғой, ер адам болғаннан кейін барып қояды. Шыдай алмай барып қойғандар не істеу керек? Қандай ақыл кеңес? Бұл жерде негізі сол жерде, например, айтатын болсақ, сол жерде барып қойды, барғанда жыныс қатынасқа түсті, сосын барып есін жиды, сол кезде сразу тұрып душ қабылдау керек, мүшесін сабындап жуу керек, таза сабынмен, и сумен шайып тастап, одан кейін ертесіне уақыт өткізбей уролог маманына барып ПЦР мазок тапсыру керек. ПЦР мазок дегеніміз мүшенің басына кішкентай ғана мақтамен алады да, соны зерттейді. Оған қалайтын, ол ауырады, мен оны қаламайын десе, қазір дамыған заман ғой, мочадан тапсырта саламыз, кіші дәреттен, оны тықпай-ақ, немесе қаннан көре саламыз. Сол кезде байқаусызда барып қойды, барып қойғаннан кейін айтатын дүние, сразу душ қабылдау керек, ертесіне урологқа бару керек та. Ал урологқа бармай тез просто жуып тастаса кетіп қалуы мүмкін бе? Кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін барып қойды, оппа деп ес жинағанда душ қабылдап тастау керек. Сразу. Кейбір урологтар айтады, кейбір дәрігерлер айтады, білмеймін ғой, хлоргексидинмен жуу керек, немесе спиртпен жуу керек деп халықтың арасында. Ол қате ұғым, керек емес. Ол былай айтқанда травма түсіріп, күйдіріп қояды. Бірақ ол сыртына тиген инфекция ол ішіне де кіріп кетеді ғой. Сол үшін сыртын жуып тастаса, одан кейін ішіне кіріп кетеді дедіңіз ғой. Сол тұрғаннан кейін душ қабылдап түсіп, и кіші дәретке сипіп тастау керек қой. Сол кезде іші кіші дәретпен жуылып кетеді. Сыртына тұрған инфекция сабынмен жуылып төменге кетіп қалады. Ол енді как профилактика ретінде. Профилактика ретінде. Бірақ ол зәрменде кетпей қалуы да мүмкін ба? Зәрменде кетпей қалуы мүмкін. Сол кезде ертесіне барып урологқа барса, урологқа барып ПЦР мазок тапсырып, немесе қаннан анализ тапсырып, немесе ертесіне мочасын зерттеуге беріп анықтаса болады. Сол кезде анықталып емделсе, кейін үйленген кезінде, немесе ары қарай өмір сүруінде проблема болмайды. Микропенис және жасырынған мүше деген аурулар бар екен. Соны толықтырып, халыққа түсіндіріп айтып берсең. Жалпы бұл көбінесе жаңағы сүндеттелетін уақытта анықталады ғой, көбінесе негізі. Микропенис деген, яғни мүшесі кішкентай. Мүшесі гормондарын тексерген кезде гормондар төмен болады. ЛГ-ФСГ дейміз, тестостерон, пролактин, енді кішкентай бала бәрі бар, солардың бәрі. Соларды тексерген кезде солар төмен болады.
немесе жасырынған мүше дейміз. Яғни көбінесе бұл семіз балдарда көп кездеседі, томпақ балдарда. Мықынның үстінде май басып кетеді. Мықын деген? Да, мықын деген сол мүшенің айналасы. Иә, мүшенің айналасы. Соның үстінде май басып кетеді. И мүше, былай айтатын болсақ, мүше бүйтіп кремастерик дейміз ғой, енді медициналық тілден. Майдың астында қалып кетеді мүше. Майдың астында қалып кетеді да. Жасырынған мүше. Осы майдың астында қалып кетеді. Оны сразу операция істеп біз шығарып қоямыз. Бұны операция істеп шығарып қойғаннан кейін ол ертең жігіт болған кезде проблема болмайды. И ары қарай өз мүшесі орнына келеді. Ал микропенис дегеніміз мүше кішкентай болып тұрады. Гормондар төмен болады. Бұл кезде дәрімен емдеп жібереміз. Операция керек емес болады. Дәрімен қалай ол микропенисті қалай емдейміз? Бұл кезде жаңа айтқан гормондар төмен болады. Енді гормондарын тексеріп барып консерватив емдейміз. Енді бұл жерде дәрісін уролог, андрологқа келген кезде өзі таңдап қай дәрі дұрыс, қай дәрі дұрыс емес, соны береді. Микропенис деген ол гормонға байланысты болып тұр ғой. Гормонын күшейтсе, ол өседі ма? Иә, гормон күшейтсе өседі. Мүше өседі. Иә. Ал скрытый половой член, жаңа сіз айтқан жасырынған мүше. Бұл тікелей операцияға баратын. Гормон берсе де бәрібір оны операция істеп, пластика жасап, орнына келтіру керек. Осы айтылып жатқан екі ауруды да өздерің емдей бересіңдер. Иә. Екі ауруды да емдейміз. Кейбір кезде бір комбинация жасаймыз. Консерватив дәрі де береміз. И ары қарай жеткілікті мөлшерде өспесе мүше, уже операция жасаймыз. Маған мынау қызық болып тұр, жаңа май басып қалады дедік қой. И операциямен қайтадан шығарамыз деді. Сонда майды алып тастайды. Артық майды алып тастап, жан жағына фиксация жасап, мүшені орнына келтіреміз. Қайтадан май толып қалмай ма орнына? Қайтадан толмайды. Себебі біз үстіндегі майды алып, қысып тұрған мына жердегі фиксацияны босатып, былай шығарамыз жоғарыға. И одан кейін проблема болмайды. Бұл қанша жас аралығындағы аурулар? Бұл көбінесе жаңа сүндеттеудің кезінде анықталады. Сол үшін сүндеттеуге уролог маманына апарып бір рет консультация алғызып, сосын барып сүндеттеу керек. Бұл негізі 3-4 жасында уже белгілі болады. 4-5 жасында. Ал бізде одан кейін тағы бір айтатын дүние, бізде қазір енді жігіт, өз мамандығым бойынша, өзіме көбінесе пациенттер келеді, мүшем кішкентай, ұялам деп. Жігіт болған кезде 20-25 жастың кезінде. Олар жаңағы бала кезде ата-анасы қарамаған ерлер деп айтсақ болады да. Бала кезде ата-анасы қарамаған, сол кезде мүшесі микропенис немесе жасырынған болуы мүмкін. Сол кезде операция жасамаған, немесе консервативті емдемеген, и солай жігіт өскен. Өскен кезде 20-25 жасқа келген кезде біз операция жасасақ, эффекті өте төмен, 1,5-2 сантиметр өседі. Яғни ол операцияны лигаментотомия дейміз біз. Керек кезде жасаймыз негізі. Науқас қатты өтініп тұрса. Ол бірақ жаңағыдай 1,5-2 сантиметр өседі. Ал сіз бала кезінде оны анықтап операциясын жасап, немесе консервативні емдеп тастасаңыз, ол пубертантный кезең басталады. Бізде 11 жастан басталады, 14 жасқа дейін, кейбір кезде 16 жасқа дейін созылады. Уже сіз операциясын жасадыңыз, и пубертантный кезең келген кезде, 11 жастан келген кезде, ары қарай өсіп, уже 20-25 жасқа келген кезде уже ол нормальный мүшеге айналып, ешқандай ода комплекс те болмайды, нормальный өмір сүріп кетеді. Ешқандай комплекс болмайды, жақсы болып мүше өсіп орнына кетеді. Ал уже ол пубертантный кезең өтіп кеткеннен кейін біз операция жасасақ, эффект болмайды, өте аз болады. Себебі пубертантный кезеңде гормон бөліне береді оларда да, бірақ мынау отырған кремастерик ұстап қалады мүшені. Ұстап қойғаннан кейін ол гормон бөлінгенмен ол өспейді, мүше осылай қалып кетеді. Ал біз операция жасаған кезде бұны босатып мынақа шығарып қоямыз ғой, и ары қарай дамып кетеді. Сол үшін баласын кішкентай кезінде тексертіп, урологқа тексертіп, немесе консультация алып, бір рет көрсеткен дұрыс болады. Халықтың көкейінде жүрген бір сұрақтар, біразына жауап бердік деп ойлаймын. Тағы да сұрақтар болып жатса, бағана да айтып кеттім, жазыңыздар комментке, біз оқимыз. Егер телефондарыңызды қалдырсын ба телефон нөмірін, әлде телефон нөмірін жоқ, Нұрбақыттың телефон нөмірін астында жазылып тұр. Соған сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде хабарласып, онлайн консультация да алуға болады, солай? Онлайн консультация да алуға болады. Мәселен,
сен Алматыдасың, ал жаңағы пациент басқа, сен Ақтауда болсашы, қалай Иә, онлайн? онлайн консультация алуға болады. Қалай ол онлайн консультация Онлайн деген солай болады? консультация WhatsApp-тан жазса, например, Мгм. мысалға, ол оның шағымын тыңдап, одан кейін керек анализдерді беріп, Мгм. сол анализдерге қарап ем жасап, если егер де емделетін болса, анализге қарап онлайн сол дәрілермен емделетін болса, оны айтып, а егер де жоқ, келіп тексерілу керек болатын болса, келіп тексерілу керек, оны айтамыз. Онлайн консультацияның артықшылығы біліп алады, дәрігерге бару керек па, бармау керек па. Қанша бағасы онлайн? Онлайн консультацияның бағасы 10 000 теңге. Мгм. Оның ішінде бірінші қандай анализдер тапсыру керек, сол айтылады, и одан кейін соған байланысты ем беріледі. Анализді де өзі тұрып жатқан қаладан Тапсыра берсе тапсыра болады. береді. 10 000 ішінде жіберген анализі және нәтижесі келгеннен кейін емі соның ішінде болады. Бір науқастың сырын екінші адамға айтпаймыз, ол жағынан ешқандай ұялудың, қысылудың қажеті жоқ. Жаза берсе де, келе берсе де ешқандай проблема жоқ. Осы бағдарламаны, осы подкастты пайдалана отырып, халыққа тағы бір ақыл кеңес ретінде не айтуға болады? Жалпы баладан Былай, бастайтын болсақ, бағанағы айтылған әңгімелердің қорытынды. барлығын бір қысқаша қорытындылап, қысқаша Иә. нақты түсінікті қылып айтып берсең. Жалпы балаға байланысты айтатын болсақ, балаңызды скринингке алып барыңыз, урологқа. Не ол скрининг деген? Скринингтің тексеру. Поликлиникада тексеру. тегін болатын тексеру. Қарапайым жалпақ тілмен айтып Иә, иә. дегенім ғой. Тексеру, уролог маманына тексертіп, бір рет болсын алып барыңыз бала кезінде. Сол кезде жаңағы проблема болмайды. Екіншісі, үйленетін кезде жігіт адам өзі үйленбей жатып, бір рет урологқа барып тексеріліп, жыныстық жолмен жұғатын инфекцияларға анализ тапсырып барып үйленген дұрыс болады. Және ересек адамдарға айтатын болсақ, 40 жастан асқан. Оларға 40 жастан асқаннан кейін ПСА анализін тапсырып, ПСА, простатический антиген дейміз, сол анализді тапсырып, өз үшін 4-ке дейін болса норма нормаль жүре берсе болады, 4-тен асса тағы бар урологтан ем алып қаралып қойған дұрыс. Себебі ол 4-тен жоғарылап кетсе, өз-өзіне қарамаса онкология айналып кетуі мүмкін. Соның алдын алу үшін сол анализді тапсырып, урологқа бір рет тексеріліп қойған дұрыс. Сол кезде бала кезде бір тексеріліп, үйленетін алдын тағы бір тексеріліп, мазаламаса да, 40 жастан асқаннан кейін тағы бір тексеріліп қойған дұрыс болады. Қорытынды сол. Сол кезде проблема да болмайды. Және де дәрігерге келгісі келмеген адамға дұрыс тамақтанып, спортпен дұрыс айналысып, артық салмақ қоспаса, сол кезде дәрігерге келудің де қажеті жоқ болады. Тек қана спорт емес, ұйқы өте маңызды сияқты. Өте маңызды. Мен айтып ұмыттым. Ұйқы өте маңызды. Мәселен, сұрақ былай. Еркектік жаңағы бесплодие дейміз ғой. Және сперманың сапасы, соның бәрін көтеру үшін ұйқыны қалай норма жасау керек? Мысалы, кешкі сағат 10-да жату керек па? Таңда 6-да тұру керек па деген сияқты. Кем дегенде ұйқыны 6-8 сағат ұйықтау керек. Кем дегенде. Және түнгі ұйқыны. Түнгі ұйқыны 10-нан бастап 6-7-ге дейін ұйықтаса, өте айтқанда жақсы, сол уақыт жақсы. Ол 10-нан 12-ге дейін именно адамда бөлінетін гормондардың маңыздылығы өте жоғары. Ұйқысы жақсы адам, және де жаңағыда стресс гормон дейміз, кортизол, соның төмендеуі байқалып, тестостеронның жоғарылауы байқалады. Ол да өте маңызды рөл атқарады. Сол үшін түнде қыдыра бермей ұйықтаған дұрыс болады. Өнер адамдары, мен енді сол салада жүрмін ғой, білемді, көбінесе әншілер, әсіресе сценаристер, монтаж жасайтындар видеоны. Түнімен отырады, таң атқанда, күн шыққан кезде ғана барып ұйықтайды да, түсте оянып, қайтадан күндіз бір жаққа барып келеді, қыдырады, кешке қайтадан сол монтажына отырады, сценарий жазуына отырады деген сияқты. Түсінемін, тіршілік бар, ақша табу керек, бірақ ұйқының реттілігін, режимін дұрыстау керек. Ол басында бірнеше жыл бойы не болмауы мүмкін? Бірінші уақыттарда білінбеуі мүмкін. Бірақ кейіннен уже
әсерін тигізеді. Салмаққа да байланысты. Ұйқысы дұрыс емес адам салмақ тез қосады. Салмағы жоғары адамның тестостероны төмен болады. Тестостероны төмен адамның жыныстық қабілеті төмен болады. Көңіл күйі дұрыс болмайды. Барлық кезде стресске түсіп жүреді. Ал тестостероны жоғары адам жаңағыдай көңіл күйі дұрыс болады, жыныстық қатынасы дұрыс болады. Өмірде проблемасы аз болады ғой. Бір әнші досым, атын айтпай ақ қояйын, үйлендім дейді. Қазір 4 баласы бар оның негізі. Сол үйленген кезіндегі оқиғасын айтып беріп отыр. Үйлендім, бірнеше ай өтті дейді, әлі әйелім көтермей жатыр дейді. Сөйтіп бір молдаға ма біреуге барып ақыл кеңес сұраған екен. Ағаларына ма есімде жоқ. Сөйтсе, анау ақыл кеңес айтып, енді сөзбе сөз айта алмаймын, бірақ жалпы айтып мағынасы мынандай. Сұрапты, қалай әрекеттерің қалай болып жатыр десе, ой, күндіз түні тоқтамаймыз, ұра береміз. Жыныстық қатынасқа түсе береміз. Тоқта сен. Дұрыс істеп жүрген жоқсың ғой. Анау сперманың сапасы 24 сағатта ғана өз күшіне енеді. Сол кезде ғана жетіледі. Сен 24 сағатқа жетпей, жыныстық қатынасқа 2 рет түспе деп айтты дейді. Содан кейін бар мен түсіндім дейді. Енді ол бұрын үйленбеген, бірінші рет үйленіп тұр, ешкімнен, бізде енді ұялшақпыз ғой қазақтар. Ағаларыңнан, әкеңнен сұрауға ұяласың ғой. Сол сияқты өзінің білгенімен әрекет жасай бергенді. Осыны сәл бір медицина тілімен айтып кетейікші. Егерде жүктілікті жоспарлап жүрген жігіттерге жыныстық қатынасқа 2-3 күнде бір түсірген дұрыс болады. Себебі 72 сағатта ұрықтың пісіп жетілуі шыңына жетеді. Ұрық пісіп жетіледі. Сол кезде сіз жыныстық қатынасқа түссеңіз, көтертуіңіз жоғары болады. Егер ұрық пісіп жетілмесе, жаңағыдай күнделікті түсе берсеңіз, ұрық пісіп жетілмейді, соответственно, сіз көтерте алмайсыз. Алманың тәушесі сияқты ғой. Алманың тәушесін піспей атып, жұлып жеп қойсаңыз, оның ішіндегі дәмі болмайды, дәнегі қатаймаған, соответственно, алма болмайды. Ал уақытына кеп пісіріп жесеңіз, дәмі кіреді, суы болады. Сол сияқты адамның организмінде 78 сағатта, ол 3 тәулік. 3 тәулік. 3 тәулік арасынан түсіп отса, ұрық жетіледі, орнына келеді, күшіне келеді и көтертеді. Бұл өте маңызды ақпарат болды негізі. Бұны көптеген жігіттер білмейді. Одан кейін жаңағы бұл жерде тағы біріне салыстырып жатырық қой. Көп жігіттер мен организм мықты, мен жүре берем, мен көтертем, мен жақсы тұрады деп жүре береді ғой. Негізі машинаның майы да уақыты келген кезде ауысып отырады ғой, пробегі жеткен кезде. Сол сияқты адам организмі де керек кезде витамин қабылдау керек, бірақ медицинский жаңағыдай дәрігерлер айтқан. Керек кезінде диагностикадан өткізіп өзін, керек укол дәрілерін алып тұрған дұрыс болады. Сол кезде адам организмінде, былай айтқанда, метаболизм дұрысталады. Обмен вещества дейміз ғой. Метаболизм дұрысталып, организмнің жұмыс жасауы дұрыс болып тұрады ғой. Онда тәмамдайық. Подкастымыздың соңын. Баршаңызға рахмет тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге. Осы видеоны бөлісіңіздер және біздің каналға міндетті түрде жазып қойыңыздар. Анда шылдырмақ бар, колокольчик, соны басып қойыңыздар. Қандай сұрақтарыңыз болса, астына жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жазыңыздар. Біз бәрін оқимыз, бәрін оқып, шамамыз келсе, бәріне жауап беруге тырысамыз. Достарыңызға таратыңыздар. Мен ойымша бір жақсы ақпарат болды деп ойлаймын. Ойында жүрген, көкейінде жүрген сұрақтарға көптеген жауаптар бердік деп ойлаймын. Келгеніңе рахмет. Сіздермен болған Бекен Нарбай, кино суретшісі, кинопродюсер, және Нұрбақыт Мүтәлі, хирург, андролог, уролог, альпинист деп қойсаңыз арасында. Жақсы, сау болыңыздар. Көріскенше.